Біз қазір Ақсарбас ағаның үйіндеміз. Бүгін қазанның 12-сі, күн жақсы, ашық, Алматы жарқырап тұр. Ата жақсы көңіл күймен қарсылады. Аға, оқырманға бір жыл лебізіңізді білдіріп жіберіңіз. Кітабын алып келіп жатырмын, оқырмандардың сізге айтқан бір жылдық тілектерін. Оқырмандарға ризамын енді, сонша маған пайдалы болды, ем болды маған. Ана молдалар, шетелдегі молдалар маған дұға оқытып, мені әбден қатырды. Сонда оқырмандың сөздеріне мен көтеріліп кеттім. Мен өз бала кезімнен өте міндетті адам болатынмын сондай. Сол енді халыққа менің жұмысым керек болғаннан кейін. Бірінші естіп отырмын мен керек екенімді. Содан мен көтеріліп кеттім. Қазір денсаулығым тәуірлеу. Жұмыс істейміз. Жәнібек екеуміз кітап тағында шығарамыз, кітап. Құдай бұйырса. Мен оқырмандарға ризамын, қазақ еліне ризамын. Қазақ елін алайын, соның арқасында мен тірі жүрмін. Бәріміз жұмыс істеп, қазақ елін жарылқаймыз деп. Сөйтіп, алтын сатының енді қазір деңгейі көтеріліп жатыр. Қазір балалар келді Сингапурдан. Робототехникадан бірінші орын алды. Чемпионат болды. Дүниежүзілік. Сонда сайыста біздің роботтар бәрінен де күшті болып кетті біздің роботтардың. Қазақтың балаларын жасаған роботтар. Сингапур ол IT технологияның орталығы, сол жақтағы Азияның. Қытайдан да биік олар. Сондай. Сөйтіп, енді қазақтың балалары бір күн бұрын тіпті адам деп санамайтын қазақтың балалары қазір енді жерінде нағыз белгілі, нағыз дарында, нағыз әдемі тағында балалар болып жатыр. Оны ешкімде бұрын сезімге де кірмейтін оқиғалар, енді қазір ол шын болды, мінекей. Оған ешкімде таң қалмайды енді бұрынғыдай. Содан мен рахмет, ризамын оқырмандарға. Біз енді Жәнібек екеуміз жұмыс істейміз тағы да. Мен бір блокноттарым қазір шығарам. Бұрынғы болған қызық оқиғаларды Жәнібекке бәрін айтып, сөзден оқырманға таратамын. Рахмет. Өте жақсы. Жақсы аға, рахмет. Мынау сізге келуіңізге рұқсат беріп, осындай жаңа творчестволық бағытта жұмыс жасауға мүмкіндік бергеніңізге, оқырмандардың жаңа тілегін орындап, осы сіздің тұрмысты, сіздің көңіл күйіңізді, жағдайыңызды көрсету үшін түсіруге рұқсат бергеніңізге рахмет. Сол оқырманның арқасында менің қанатым өсіп кетті. Қанатым шығармашылық қанатым өсті соның арқасында. Жалпы жеке жылы сөз кез келген адамға керек болып тұр ғой, Халық енді сұрағаннан кейін орындау керек.